Ағымдағы эпидемиологиялық маусым басынан елімізде аталған вирусты инфекциялардың 1,461,000 жағдайы тіркелді. 2024 жылдың өткен кезеңімен салыстырғанда негізі аурушаңдық 20%-ға төмендегені байқалады. Басым бөлігі 66%-дан астамы 14 жасқа дейінгі балалар арасында тіркелуде. Соңғы аптада республикада вирусты инфекциялардың 183,000 жағдайы тіркеліп, өткен эпидемиологиялық маусымның осындай аптасымен салыстырғанда аурушаңдық 16%-ға артып отыр. Эпид маусым басталғалы тұмаудың зертханалық расталған 590 жағдайы, оның ішінде А, H3N2 типінің 587 жағдайы, яғни Қазақстанда 2001 жылдан бері тіркеліп келе жатқан Гонконг тұмауы деп аталатын вирус. Сонымен қатар 3 жағдай H1N1 жағдайы анықталды. Болжам бойынша өсім желтоқсан айының ортасына дейін сақталуы мүмкін. Қазақстан аумағында бұрын айналымда болмаған тұмаудың жаңа түрлері анықталған жоқ. Ел ішінде сонымен қатар риновирус, парагрипп, аденовирус, боковирус, коронавирус сияқты айналымда жүрген вирустар бар. Өткен аптада республика бойынша оқушылар арасында 6,000-нан астам вирустық инфекциялар анықталды. Жалпы тіркелген науқастардың шамамен 4%-ы мектеп оқушылары құрап отыр. Облыс әкімдеріне жеткізу керек. Бас санитарлық дәрігердің 28 тамыздағы қаулысына сәйкес бастауыш мектеп оқушыларына қашықтан оқыту режимі әрбір өңір оқушыларының 30%-дан астамы ауырған жағдайда енгізуге негізі бар екенін хабарлаймын. Көріп отырғанымызда вирустық аурулардың маусымы басталды. Денсаулық сақтау министрлігіне әкімдіктермен бірлесіп, көмекке жүгінген азаматтарға көрсетілетін медициналық қызметтің сапасын бақылауға алуды тапсырамын. Қажет болған жағдайда стационарларда қосымша орындар ашып, жылжымалы мобильді бригадаларды ұйымдастыру қажет. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесін ерекше назарға алыңыздар. Барлық дәріханаларда вирусқа қарсы препараттар жеткілікті болуға тиіс. Ақмарал Шәріпбайқызы, жағдайды тұрақты жеке бақылауда ұстаңыз.